қимастық екі тараптан да болды деп жатыр ғой. Алса ханым, енді Аян қош келдіңіз. Жалпы мен мына нәрсеге не қылып кеттім да, ашуланып кеттім да. Алдында да бір қадірімді білмейтін, қадірсіз деп, тесікшелек, осал ағаш деп. Мен олай теңей бермеңіздерші. Мен не істедім? Олай қайта-қайта бір білмеймін, болмайтын бір нәрселерге теңей береді да. Біресе Ернар, біресе Аян екеуі дос болып алып. Енді мен ойлаймын, мен өзімнің ішімде не сездім? Қандай сезімді көрсеткім келді, соны көрсеттім. Мен енді ішімде жоқ болса, ол сезімді көрсете алмаймын. Мен маған осындай ухаживать етті екен деп, мен білмеймін енді. Ойлаймын да, мен не сезім, соны көрсетуге мен құқылымын деп. Қадірімді білмейтін, білмеймін андай бір неблагодарная дегенге келтіре береді да, қайта-қайта. Соны айтайын дегенмін. Енді негізі қараңыздаршы, ойланып қарасақ Айдана, Аян кіріп келгенде сенің настроениең түсіп кетті бірден. Оны біз бәріміз көрдік, дұрыс емес па? Енді Аян, сенде осы 1-2 күн бұрын болған қимастық өшіп кетті ма қазір? Әлі де бар ма сенің бойыңда сол қимастық? Ол жерде Айдана дәл өзі айтқандай, бір үлкен керемет сезімдер болған жоқ, қатты қимастықта қаламыз дейтіндей.